Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет болып шығатын, яғни тез дайындалатын, әрі дәмді болып, сорпалы болып пісетін осындай штрудель тамағының рецептісімен бөліспекшімін. Егер де менің видеом сіздерге қызық болса, видеомды соңына дейін қарап, және де лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар. Өте керемет, дәмді болып шығатын осындай тамақтың рецептісін осы видеоның төменгі жағындағы описание бөлімінен толық рецептіні ала аласыздар. Міндетті түрде көріп, жасап көріңіздер. Және де менің инста парақшама тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Ол жерде өте керемет, жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де сіз менің әлі де каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма подписация батырмасын басып, және қасындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және сонымен қатар сіздер менің оқырмандарым боласыздар. Әрдайым жаңа рецепт салғанда бірінші болып көріп отырасыздар. Енді тамағымызды жасауға кірісетін боламыз. Бізге алдымен осындай 3 дана жұмыртқамыз, ұнымыз және тұзымыз қажет болады. Жұмыртқамызды жарып, оның үстінен 1 чай қасық тұзымызды салып, оны жақсылап араластырып алатын боламыз. Тек қана жұмыртқаға ғана елейтін боламыз қамырын. Егер де жұмыртқам жоқ дейтін болсаңыздар, сумен елеп қаттырақ етіп қамыр елесеңіз де болады. Дәл осылай 3 дана жұмыртқамызды жарып, жақсылап, тұзбен араластырып алғаннан соң, електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолымыздың басында қасықпен араластырып, сосын қолымыздың көмегімен жақсылап, қаттырақ етіп қамыр елейтін боламыз. Жақсылап қамыр елеп, ол қамырымыз тұнғанша, яғни 15-20 минут уақытқа дейін қойып қоятын боламыз. Себебі қамырымыз жайылуға икемді болып, өзінің формасымен әдемі жұмсақ болып дайындалу үшін 15-20 минут уақытқа қоятын боламыз. Міне 15-20 минуттан кейін міне қамырымды алып, ұнның көмегімен және оқтаудың көмегімен қамырымды жақсылап жұқа етіп жайып алатын боламын. Жақсылап осылай жұқа етіп жайғаннан соң, оның үстінен сұйық майымызды құйып, қолымыздың көмегімен не болмаса май жағатын четкаларыңыз болса, солардың көмегімен майларыңызды жақсаңыздар болады. Және де айта кететін жайт, осылай май жаққаннан кейін асқабақты не болмаса сәбізді теркадан өткізіп салсаңыздар болады. Мен осылай жасағанды құп көрдім. Яғни осылай май жаққан қамырымызды шетінен видеода көрсетілгенде орап, және дәл осылай пышақтың көмегімен кесіп аласыздар. Қамырымыз дәл осындай барлығы осылай кесіліп дайын болғаннан соң, бір ыдысқа салып қойып қоясыздар. Міне біздің штрудель қамырларымыз дайын. Енді картоп, пияз, сәбіздерімізді жуып тазалап алдым, және етімді дәл осылай турап алдым. Алдыменен қызып тұрған майымызға осылай етімізді салып, 15-20 минут уақытқа жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Етіміз қаншалықты көп уақыт қуырылса, соншалықты жұмсақ болып пісетін болады. Енді ол етіміз қуырылғанша біз сәбіз, пияз, картоптарымызды жақсылап турап алатын боламыз. Алдыменен пияздарымызды осылай ірірек етіп турайсыздар, не болмаса сіздерге олай қаламасаңыздар, майда етіп турасаңыздар болады. Мен дәл осылай турап алдым. Енді сәбіз картоптарымыздың барлығын ортасынан бір бөліп және 3-4 бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Енді қуырылып жатқан етіміздің үстінен пиязымызды салатын боламыз. Және де пиязымыз салғаннан соң, артынан картоп пиязымызды сразу салмайтын боламыз. Дәл осылай пиязымыз бен етімізді жақсылап тағы да біраз уақытқа қуырып аламыз. Пиязымыз кішкене өліп, дәмі етімізге сіңгенше осылай екеуін қуырып алатын боламыз. Менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен ол жерде өте жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Және осылайша міне пияз бен етіміз жақсылап қуырылды. Енді оның үстінен осылайша картоп, сәбізімізді салып, оны да жақсылап бір араластырып алатын боламыз.
Жақсылап араластырып алғаннан соң оның үстінен чеснок, яғни езілген осындай чеснок приправамызды, яғни осылай дәмдеушімізді саламыз. Егер де үйлеріңізде болмаса, салу шарт емес, тұз және қара бұрыш салып жасасаңыздар да жеткілікті. Мен осылай дәмдеуіштер салып жасағанды ұнатамын және дәмдеуіштер салып жатырмын. Енді кептірілген укропымызды салып алатын боламыз. Барлығын аз-аз мөлшерден салатын боламыз. Мен көз өлшемімен салып жатырмын. Сіздер бір не болмаса 1,5 чайный ложкадан салсаңыздар жеткілікті. Енді зіре салатын боламыз. Ол да тамағымызға керемет дәм береді. Мен осылай дәмдеуіштер салып жасағанды өте қатты ұнатамын, сондықтан да салып жатырмын. Егер де сіздер ұнатпасаңыздар, салмай жасасаңыздар болады. Және осылай универсал приправа, яғни әмбебап, барлық затқа кете беретін осындай приправамызды салып алатын боламыз. Енді барлығын салып алғаннан соң, оның үстінен осындай қара бұрышымызды, яғни мен барлық тамақтарға қара бұрыш қосқанды ұнатамын, және 1 чайный ложка қара бұрыш салып алдым. Және оның үстінен дәміне қарай тұзымызды, яғни етіміз тұздалған болатын болса, тұзымызды аздан саласыздар. Менің етім тұздалғаннан соң тұзымды көз мөлшермен аздау етіп салдым. Сосын дәміне қарап салатын боламыз. Енді дәміне қарай осылай чеснокты турап салсаңыздар болады. Мен 3-4 чеснокты бөліп турап салдым. Және үйде осындай салатымнан қалғаны бар еді, капуста салатымнан. Яғни осы салатымды да кішкене араластырып салып жібердім. Бұл тамағымыздың дәмін одан да керемет етіп шығуына көмектеседі. Және барлығын енді араластырып алатын боламыз. Және енді осының үстінен аздаған, яғни бір шөміштей мен осындай кішкене тостаған мен су құйып жатырмын. Осылай кішкене тостаған суымызды құйып, және бетін жауып бұқтырып алатын боламыз. Осылайша суымызды жақсылап құйып алғаннан соң, оның үстінен дайындаған осындай оралған қамырларымызды салып, оның үстінен тағы да жарты тостағандай суымызды құйып, кішкене біраз уақытқа, яғни 40 минут уақытқа бұқтырып қоятын боламыз. Осылайша міне көріп тұрғандарыңыздар штрудел қамырларымызды бетіне, тамағымның бетіне теріп салып алдым. Оның үстінен жарты тостағандай суымды құйып, дәл осылай видеодағыдай етіп су құйып, бетін жауып бұқтырып 40 минут уақытқа қоятын боламыз. Міне достар, менің тамағым өте жақсы қайнап жатыр. Астын кішкене бәсеңдетіп, төменде отқа қойып, міне осылай үстінен зелендерімізді турап алдым. Егер де сіздерге ұнамайтын болса, турамасаңыздар да болады. Мен ол тураған жерім видеоға түспей қалды. Міне достар, 40-45 минуттан кейін менің тамағым дайын болып шықты. Үстінен укропымды сеуіп, сәндеп қойдым. Өте керемет. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде көріп, осы видеоны көріп, рецептіні алып, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет, ауызға салса ерейтіндей, қамырымды піспей қалады деп ойламаңыздар. Қамырларыңыздың барлығы жақсы, таза, жұқпа сияқты өте керемет болып піседі. Және осы қамырды сорпасына батырып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Қазіргі уақытта, ораза уақытында өте керемет тойымды тамақтардың бірі. Және де достар, менің инста парақшама тіркеліп қойды, және дәл осылай етіп тиктокқа жазсаңыздар, менің тикток парақшамда шығады. Ол жерде керемет, осылай үй жағдайында жасалатын керемет қарапайым рецептермен бөлсемін. Сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл.